Луиджи Буфон 1978 жылы 28 қаңтарда Италияның Каррара деген жерінде туған. Италия құрамасы мен туриндік Ювентустың футболшысы. Джан Луиджи Буфон А сериясында алғашқы ойынын 17 жасында Парма сапында 1995 жылы Миланға қарсы өткізеді. Пармадағы шағында ол үшін ең жарқын 1998-1999 маусымын есептеуге болады. Сол уақытта Джиджи командасына Италия кубогы, ұлттық супер кубок пен УЕФА кубогын бағынады. Осы командада намысын 168 рет қорғап, 2001 жылы туриндік Ювентусқа ауысады. Қақпашылар үшін үлкен рекордтық 52 миллион евроны құраған бұл трансфер дүниені дүр сілкіндірген еді. Өзінің Деле Альпидегі тұңғыш маусымында Ювентус чемпион атанып, Буфон 34 кездесуде 23 қана гол жіберіп, Италия біріншілігінде үздік көрсеткішке қол жеткізді. Келесі маусымда Юве кезекті Скудеттосын ұтып, Чемпиондар лигасының финалында туриндіктерге тек ескі достары Милан ғана шешуші бөгет болады. 2005 жылдың тамызында дәл сол Миланмен болған кездесуде Какамен соқтығысудан соң Буфон иығынан жарақаттанады. Күрделі операциядан кейін ойынға оралған Джан Луиджи 2 ойын өткізіп, қайтадан жарақатқа душар болады да тек маусымның аяғына таман негізгі құрамаға оралады. 2006 жылы итальяндық футболда келісілген ойындарға байланысты ірі дау көтерілген болатын. Соған орай Буфон бұл істерде қатысы бар адам ретінде саналған еді. Сол себепті оның әлем чемпионатына бармау қаупі пайда болды. Бірақ олар расталмай, Джиджи Германияда Скуада Адзура сапында әлем чемпионы атанады. 27 маусымда сот ойыншыдан барлық кінәларды алып, Буфонды ақтап шығарды. Алайда 2006 жылы ыстық жаз кезіндегі Ювентус және басқа қатысушылары бар дау туриндіктер үшін із-түзсіз кетпеді. 2-1 Скудеттосынан айырылғаннан кейін олар Б сериясына қуылады. Клуб ойыншыларының төменгі дивизионда ойнайтыны яки ойнамайтыны жайында өсек-аяңдар тарала бастады. Бірақ Джан Луиджи қарт сеньораға адалдығын танытып, командаға элита қайтып келуіне көмектеседі. Буфонның Италия құрамасындағы мансабы 1998 жылы Франциядағы әлем чемпионатына іріктеу кезеңінен бастау алады. 1997 жылы Ресеймен өткен плей-офф кездесуінде Скуада Адзура сапында тұңғыш шыққан, ол келесі жылы құрамасымен бірге Францияға аттанады. Бірақ ардагер Джан Лука Пальокоға қорғаған итальяндықтар қақпасында оған орын табылмады. Келесі ірі турнир Еуро 2000 додасына дейін ол аппендициттердің номер 1 қақпақшы орнында беки түседі. Алайда өкінішке орай жарақат алуына байланысты Голландия мен Бельгияға бармайды. Ол жерде тағы бір шебер қақпашы Франческо Толлоның бағы жанып, ол турнирдің жартылай финалында аңызға айналған пенальти шоуда итальяндықтарды жалғыз өзі финалға жетелейді. Барлық итальяндықтардың сүйіспеншілігіне ие болған қақпақшыны ауыстыру Буфон үшін психологиялық тұрғыда оңай болмауы керек. Бірақ емделіп болған соң Джиджи номер 1 постын қайтарып алды. Буфон хақында сөйлегенде оның өнерін бір сөзбен жеткізу мүмкін емес. Бұл жерде оның 100% голдық сәттерде өз қақпасын аман қалдыратын қасиеті бірден еске түседі. Достар, өз атымнан қосып жіберейін. Джан Луиджи Буфон шынында әлемге танымал футболшы, яғни қақпақшы, шынында өте керемет қақпақшы. Оны адам ретінде, яғни ол былай айтқанда пиарщик емес, ана емес, мындай емес, ешқай жерде тек Джан Луиджи футболға бір тәрбие беретін кісі, яғни өте жақсы кісі. Яғни сіз оның әр матчын қарасаңыз, бір өте сейфтар, өте мықты, сондықтан ол үлкен құрметке ие. Ол итальяндықтардың былай айтсақ, Франческо Тотти, Дель Пьеро, соның ішінде Буфон өте керемет кісі, сондықтан оны құрметтемеу мүмкін емес. Осы егер сіз Джан Луиджи Буфонды сыйласаңыз, лайк басуды сұраймын, және видеоның астында подписаться деген бір подписаться басыңыз, біліп жүремге жазылыңыз. Сіз үшін еңбектендім, сіз үшін жұмыс жасап жатырмын, сондықтан қолдап жүріңіздер осы видеоны.